Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздермен лаваштағы, яғни лаваш корзинасындағы салаттың рецептімен бөлісемін. Өте керемет және ерекше дастарханға қоюға болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Мен сіздерге бұның қалай жасалу рецептін айтамын. Алдымен лаваштарым неміз дайындап аламыз, яғни корзина жасайтын затымыз. Ол үшін мен осы жүгерінің кукуруздың банкасын алдым да сыртын фольгамен орадым. Яғни фольга бізде жаңағыдай өртенбейтін сондай болғандықтан фольгамен жасау керек. Одан кейін лаваштарымды, яғни бір лавашты алдым да кесіп алдым. Сосын оның сыртынан осылай жұмыртқаның, яғни сарысы болсын бәрібір, осылай жұмыртқаны біз лавашымыздың сыртынан жаға бастаймыз. Яғни жұмыртқа қатады лаваштың сыртынан жақсылап жаққан дұрыс. Өйткені қызған кезде лаваштар сынып кетуі мүмкін ыстықтан, сондықтан сыртынан осылай жағып аламыз барлығын. Жұмыртқаның мінекей барлық жеріне жеткізетіндей қылып жақтым. Осылай барлық шетіне лавашымыз жаңағыдай газдың астына салған кезде сынып кетпес үшін көбірек жағып алдық. Мінекей осылай жағып алдым мен, қарап тұрғандар. Енді осы күйінше газдың арасына 180 градус газ қыздырдым да, алдын ала қыздырып алдым. Аз уақытқа, яғни көп уақыт тұруға болмайды, 1-2 минут па аралығында енді қарап тұрасыз, қойып аламыз, яғни қыздырып аламыз. Мінекей осындай болып шығады. Көріп тұрғандарыңыздай, енді бұған салатымызды дайындаймыз. Мен бұған жүгері, жұмыртқа және окорочканы алдым, тауықтың етін. Солардың бәрін араластырып, осы корзинамызға салып, әдемі қылып дастарханға қоюға болады, ерекше қылып. Және сіздер көк укроп, петрушка болса, солармен де әдемілеп әрлеуге болады. Өстіп 3 жұмыртқаны алып, кәдімгі салатқа турағандай қылып, барлығын кубиктеп, жаңағы 4 бүріштеп турап барамыз, яғни жұмыртқамызды. Енді арасына өздеріңіз басқаша қылып қосам десеңіз де болады. Қияры қосуға болады, яғни свежий қиярдан жаңа. Мінекей мен жұмыртқа мен жүгеріні араластырып қосып қойдым. Одан кейін тауықтың етін алдым, яғни тауықтың төс етін алсаңыздар да болады. Мен осы тек қана тауықтың етін бір аяғын алдым, шағын. Бұғанда көп не қылмаймын, көп қонаққа жасап өтпағасын, өзімізге болғасын, азғантай ғана алдым, яғни тауықтың аяғын. Сіздер тауықтың төс етін алсаңыздар да болады, ол да еті көп, жақсы болып шығады деп ойлаймын, ол да дәмді болып. Мінекей бұны да салып алғаннан кейін майонезді қосып, майонезбен араластырамыз. Бұлардың бетіне әдемілеп жаңағыдай картошка пайды да қосуға болады, картоп пайды, яғни қуырып алып майға. Мен енді олай жасамадым, өзімізге болғасын, жеуге жасайтын болғандықтан мен сырды, яғни үккіштен өткізіп алдым. Солай үккіштен өткізіп бетіне сала қойдым. Сіздер басқаша әдемілеп жаңағыдай оформление жасасаңыздар да болады. Мінекей салатымыз дайын. Менің де корзиналарым мінекей осындай болып шықты. Осыған енді әдемілеп тұрып, салаттарымызды саламыз да, бетін өз қалауларыңызша әрлесеңіздер болады. Әртүрлі қылып, яғни көк шөптер, укроп, петрушка, салат жапырағын салып қойсаңыздар да әдемі көрініп тұратындай қонақтыққа қоюға, дастарханға қоюға. Мен тек қана осы салатын салдым да, бетіне осы сиырды, яғни ірімшікті үккіштен өткізіп, тек қоя қойдым. Мінекей салаттарымыз осындай қылып жасасаңыздар болады. Әркім енді өз бетінше әрлеуге болады, қолда бар нәрсемен әдемілеп әрлеп қоюға болады, қонаққа қойғанда дастарханға. Салатымыз керемет дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Мінекей осындай болып шықты, әдемі болып. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Сіздер де дәмін жасап көріңіздер, өте дәмді болады. Және лавашты да қосып бірге жеп қойғанда дәмі күшті болады. Екеуін жасап көріңіздер.